Күнделікті өмірде біз міндетті түрде заттарды салыстырамыз. Кейде өзіміздің жағдайымызды басқа адамдармен салыстырамыз. Ондай да болып тұрады. Бірақ ағылшынша ойымызды жеткізу үшін бізге әрине comparative forms салыстырмалы түр және superlative forms күшейтпелі түр керек. Мысалы, мына қолымнан күштірек деп қалай айтуға болады. Немесе алдымда тұрған компьютер әлемдегі ең жақсы компьютер дегенді қалай айтуға болады. Осы сұрақтарға жауапты алу үшін бүгінгі видеомызды аяғына дейін қарап бітірейік достар. Себебі бүгінгі тақырыпта көп ақпарат болады. Осыны ескерейік. Өздеріңіз керемет түсінгендей, бүгінгі сабағымыздың тақырыбы Comparative and Superlative adjectives, яғни сын есімдердің салыстырмалы және күшейтпелі түрлері. Мына мысалдарға көңіл аударып көрейік. Alex drives his car fast. Алекс өзінің машинасын тез айдайды. But John drives faster than Alex because he has Ferrari. Бірақ Джон Алекске қарағанда тезірек айдайды. Себебі оның Феррари бар. Өте логично. Ал Jane is the fastest driver in the world. He is twice world champion in Formula 1. Ал Jane әлемдегі ең тез айдайтын жүргізуші. Осы үш сын есім бізге superlative және comparative formстарды керемет көрсетіп берді. Comparative form, салыстырмалы форманың қандай ерекшеліктері бар? Өздеріңіз мына мысалдарға қарап, бір ережелерді байқап көріңдер, қалай жасалатыны. White meat is healthier than red meat. Ақ ет қызыл етке қарағанда денсаулыққа жақсырақ, пайдалырақ. Traveling by bus is more comfortable than traveling by train. Автобуспен жүру, пойызбен жүруге қарағанда жайлырақ, кішкене көбірек жайлы. More comfortable. Қандай ерекшеліктер бар? Мысалы, неге біз more healthy деп айтпадық? Немесе неге comfortabler деп айтпадық? Қалай бұл сөздер ерекшеленеді? Бұл сұрақтарға жауап беру үшін алдымен жалпы ең басты ережелерді ұғып алайық. Өздеріңіз байқағандай, сын есімдердің көбінде біз оларды салыстырмалы түрге қойған кезде аяғына просто ER-ды қоса саламыз. Мысалы, tall, бойы ұзын, taller болып қалады, Кейде біздің сын есіміміз E әрпімен аяқталуы мүмкін. Мысалы, cute, немесе white. Ондай кезде аяғына әшейін R-ды қоса саламыз. White, кең, wider, кеңірекке айналады. Дәл солай, мысалы, warm, жылы, warmer болады, cold, colder, safe, safer. Аяғында E тұр, біз аяғына R ғана қоса салдық. Cute, cuter. Өте оңай. Кейбір сын есімдеріміз irregular деген топқа жатады. Яғни олар осы ережеге бағынбайды. Оларды просто шынымды айтайын есте сақтап алу керек. Бірақ қуанышты жайт, олар көп емес. Мысалы, good, good деген сөз жиі қолданылады. Бірақ gooder деп айту қате. Себебі оның салыстырмалы түрі better болады. Best деген оның күшейтпелі түрі осы слайдта көрсетіліп тұр. Bad, worse-ға айналады. Far, алыс, father-ға айналады. Father, әкемен шатастырып қоймаңдар, father. Ал енді кейбір кездерде бізде бір буынды сын есім болуы мүмкін. Мысалы, big, thin, fat. Оларды салыстырмалы түрге қойған кезде бізде мынандай ереже орын алады. Егер ол бір буыннан тұратын сын есім болса, және соңғы әріптері дауысты плюс дауыссыз, мысалы big, ig, дауысты қосу дауыссыз. Ондай кезде біздің соңғы әрпіміз екі есе көбейтіледі. Яғни big, bigger, бірақ 2g тұрады орнында. Big, bigger, thin, thinner, fat, fatter. И аяғына бағанағы ережегідегідей, қандай қиын құрылым айтып жүрмін. Fat, fatter, яғни аяғына ER қосылады. Мінекей достар, кейбір сын есімдер Y әрпімен аяқталуы мүмкін. Мысалы, busy. Busy деген қол бос емес, әрқашанда жұмыста. Cozy, жайлы, приятный, атмосфера. Ондай кезде қайтеміз. Біз Y-дың орнына I әрпін қоямыз да, аяғына ER қосамыз. Яғни, Y-дың орнына I, ER қосылады. Busy, busier.
бос емес, одан да көп бос емес. Cozy жайлы, жайлырақ, cozier, I-E-R, тек қана аяғында Y тұрса. Және бізде өте жиі осындай жұрнақтарға аяқталатын сын есімдер кездесуі мүмкін. Мысалы, ing, ed-ға аяқталатын, stressed, interesting, beautiful, soulless, және әртүрлі етістіктер осы жұрнаққа аяқталса, біз олардың салыстырмалы түрін ER арқылы емес, more сөз арқылы жасайды екенбіз. Мысалы, благодарный, шүкіршілік айтатын, thankful, more thankful болады, более благодарный. Amusing, забавный, қызықты, күлкілі, more amusing, более забавный. Мысалы, қарастырайық, my previous job was more stressful than this one. Неге more stressful, stressfuller емес? Себебі әрине бұл қатені жиі жібереді. Достар, сол үшін ескеріп алыңдар, мына слайдты жақсылап оқып алыңдар. Себебі аяғында full тұрды. Және де бұл бір буынды емес, бірнеше буыннан тұратын. Stressful, сол үшін біз more'ды қолдандық. Ал енді кейбір жағдайларда біз мысалы бір заттың екінші заттан жақсырақ, көбірек деп емес, азырақ екенін айтқымыз келеді. Сондай кезде біз less than деген құрылымын қолданамыз. The situation was less amusing than I thought it would be. Бұл ситуация мен ойлағаннан азырақ күлкілі болды. То есть совсем күлкілі болмады. Өте ыңғайсыз жағдай болып қалды. The situation was less-тен кейін біз adjective қолданамыз. Бізге керек сын есімді less amusing, мысалы less beautiful, less equipped, was less interesting. Then, и сіз осы затты салыстырып жатқан затты айтасыз. The situation was less amusing than I thought it would be. Бізде тағы да бір күшті құрылым бар, күшті структура бар. Мысалы, біз екі заттың теңдей жақсы екенін айтқымыз келеді. Мысалы, осы слайдтағыда екі күшік. Біреуі сол жақтағы ретривер, golden retriever, эксперттер болса, лайк баса салыңдар, және оң жақта бізде лабрадор. Екеуі де өте сүйкімді, теңдей сүйкімді. Олардың теңдей екенін қалай айтсақ болады? As құрылымын қолданады. Мысалы, golden retrievers are as cute as labradors. Golden retrievers are as cute as labradors. As қолдандық. As-тің ортасына бізге керек сын есімді саламыз. Is as beautiful, Сәуле is as beautiful as Айжан. Мағжан is as good as Ақылжан. Anything, және екі теңдей затты екі жағына қоясыз. Golden retrievers are as cute as labradors. Енді күшейтпелі формасына өтетін болса, бұл жерде қандай ерекшеліктер бар? Мына сөйлемдерді бірге қарастырып көрейік. The kitchen with its stone floor was the coolest place in the house. This is my cutest dog, Charlie. Мысалы, кухня, ас ішетіне, оның тастан жасалған еденмен үйдегі ең күшті жер болды. Ең күшті. This is my cutest dog, Charlie. Бұл менің ең сүйкімді итім, Чарли. Қандай ерекшелік байқайсыңдар? Қандай жаңа сөз, мүмкін артикль қосылды, осыған назар аударып көрейік. Мысалы, Superlative жасаған кезде сіз мүмкін байқағаныңыздай, егер сын есім бір буынды болса, оның күшейтпелі түрін біз est жұрнағы арқылы жасаймыз, аяғына est немесе st қосамыз, егер бағана cute, safe сияқты i-ға аяқталса, және сөздің алдына the артиклін қоямыз. Міндетті түрде осы жағын ұмытып кетпеңдер, бұл да жиі ағылшын үйренушілер жасайтын қателік. Cool, the coolest болып кетеді. Safe, the safest. Cute, the cutest. The және est жалғауы. Егер бізде бағанағы мысалы біз есімізде big, bigger, thin, thinner, fat, fatter, бұл ереже superlativesқа да жатады. Яғни бізде бір буынды аяғында дауысты плюс дауыссыз, мысалы big, ig, thin, in, дауысты плюс дауыссыз бен аяқталатын сөздер болса, бұндай кезде біз соңғы әрпін, соңғы дауыссызын көбейтеміз екесе, және аяғына est қосамыз. Мысалы, big, biggest, 2g, thin, thinnest, fat, fattest. Неге fattest? Себебі бір буыннан тұрады, fat. Ал егер бірнеше буыннан тұрса ше, немесе мынандай жұрнақтармен аяқталса,
ing, ed, full және less. Бағанағы тура біз салыстырмалы формулада қандай өттік? Дәл сол сын есімдер. Ондай кезде біз әрине оның орнына, more'дың орнына the most'ты қоямыз. The most деген ең деп аударылады. Мысалы, thankful, благодарный, шүкіршілік айтатын. The most thankful. Ең көп шүкіршілік айтатын. Самый благодарный. Amusing, забавный, күлкілі. The most abusing. Ең забавный, самый забавный. He's the most grateful student I have ever taught. Ол мен сабақ берген ең шүкіршілік айтатын, ең благодарный оқушым. Кейде, достар, біз тек қана the most, ең емес, ең аз, ең төменде айтқымыз келуі мүмкін. Мысалы, I offer to choose the least beautiful dress. Мысалы, сіз подругаңызбен немесе досыңызбен бір көйлек таңдап жатсыз. Конечно, досыңызбен редко болуы мүмкін, бірақ подругаңызбен жиі болуы мүмкін көйлек таңдау. Және сіз шеше алмай айтасыз. Давай ең жаманынан бастайық. I offer to choose the least beautiful dress. The least. Ең аз, ең төмен. The least beautiful, the least comfortable, ең жайсыз, ең некомфортный. The least organized, ең аз организованный. Яғни the least деген, егер the most деген ең жоғары болса, the least деген ең төмен, сол сапаны сипаттайды. Мінекей достар, біз енді ең маңызды салыстырмалы және күшейтпелі түрлердің ерекшелігін, ережелерін үйрендік. Бұл ережелерді енді практикада қолданып көрейік. Астыдағы жаттығуларды орындаймыз.